Қайырлы күн достар, видеоны соңына дейін қарап каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пайғамбарларға иман келтіру 4 негізден тұрады. Бірінші, олардың пайғамбарлығы шын мәнінде Аллах тағала тарабынан екендігіне иман келтіру. Бұл жердегі және бір басты жайт бүкіл пайғамбарларға деген сенім. Кім олардың біреуіне иман келтірмесе, барша пайғамбарларға күпірлік танытқанмен барабар. Аллах тағала Құран кәрімде Нұхтың елі де елшілерді жалғанға шығарды деп ескертеді. Нұх алейхиссалам өз еліне жіберілген жалғыз пайғамбар еді. Аят мағынасы оған иман келтірмегендердің әрекеті барша пайғамбарларды да жоққа шығарғанмен бірдей дегенді меңзейді. Екінші, пайғамбарлардың ішінен есімдерін білмейтінімізге де иман келтіру парыз. Аллах тағала Құранда олардың 25-інің есімін атаған. Олар Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Исмаил, Исхақ, Уд, Шуғайб, Яқуб, Юсуф, Айюб, Зулкифл, Юнус, Муса, Харун, Ильяс, Алиясах, Дәуд, Сүлеймен, Закария, Яхия, Иса және Мұхаммед. Оларға Аллахтың сәлемі мен игілігі болғай. Сондай-ақ олардан басқа есімдері аталмаған, бірақ Құранда қиссалары баян етілген пайғамбарлар да бар. Пайғамбарлардың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде де кейбір пайғамбарлардың есімдері кездеседі. Біз солардың барлығына иман келтіруге тиіспіз. Аллах тағала өзінің ардақты елшісі Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға сонымен бірге хабарын саған алдын баян еткен елшілерді және хабарын баян етпеген елшілерді де жібердік деген. Пайғамбарлардың ішінде 5-еуі ерекше орынға ие. Олар Нух, Ибрахим, Муса, Иса және Мұхаммед. Оларға Аллахтың сәлемі мен амандығы болғай. Бұл 5-тік туралы Құран кәрімнің 2 жерінде кездеседі. Мұхаммед: біз пайғамбарлардан, сенен, Нухтан, Ибрахимнен, Мусадан және Мариямның ұлы Исадан серт алған едік. Біз олардан қатаң серт алдық. Аллах сендерге діннен Нухқа тапсырғанын, әрі саған уахи еткенімізді Ибрахимге, Мусаға және Исаға тапсырғанымызды түсіндірді, немесе заң етіп бекітті. Үшінші, Аллах тағаланың кітабы Құранда пайғамбарларға қатысты баяндалғандарға және олар туралы пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам жеткен хабарларға сену. Төртінші, өзімізге жіберілген пайғамбардың шариғатымен жүруіміз керек. Ол пайғамбарлардың соңғысы әрі ең абзалы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, пікір жазуды, лайк басуды ұмытпаңыз.